Не, ничего, ничего. Ойбай, не болып қалып, қаяққа баратсың? Оқасы жоқ жаным. Не ол? Аяқ астынан рахмет. Бізді бір қуантып қойдыңыз. 12 тамыз халықаралық жастар күні. Жастар елдің ертеңі ғана емес, бүгінгі белсенді күш. Жігері мен білімі мол жас буын бүгінде еліміздің әр саласында өз үлесін қосып, жарқын бастамаларға жол ашып келеді. Ал жастар күнін ерекше форматта атап өтсек қалай болады? Біз бүгін жас буын өкілдеріне қызықты тапсырма дайындадық. Олардың ішінде қарапайым көрінгенімен мағынасы терең бір айдар бар. Бүгін мен істей алатын жақсылық айдар аясында жас достарымызға қызықты тапсырмаларды береміз. Ал олардың міндеті тапсырмаларды орындау, қарапайым ғана әрекет арқылы жақсылық жасауға, айналасына қуаныш сыйлауға және жақсы істің қаншалықты маңызды екенін көрсетуге тырысамыз. Олай болса, бірге көрейік. Бізде бүгін мен істей алатын жақсылық деген айдар. Қазір сіз мына жерден бір қағазды алып, сол тапсырманы орындауыңыз керек. Біреудің еңбегін бағалап, еңбегіңізге рахмет деп айтыңыз. Онда әжеге звондайық. Осыған дейін өсірдіңіз, бақтыңыз, қарадыңыз, осыған дейін жасаған еңбектеріңізге рахмет айтайын деген едім. Ойбай, не болып қалып, қаяққа баратсың? Ешқайда баратқан жоқпын. Рахмет, аман болыңдаршы. Әшейін соны айтайын деген ғой. Жаным, бейбегіне. Бүгін бір адамға шын жүректен рахмет айтыңыз. Мама, рахмет. Рахмет. Маған домбыраға бергендерін, домбыра алып бергендеріне рахмет. Оқасы жоқ жаным. Не ол? Аяқ астынан рахмет. Жоқ, видео түсіріп жатыр ғой, видео. Қош? Сен домбыра тұтқаның ба? Бүгін бір адамға шын жүректен рахмет айтыңыз. Кімге айтқым келеді? Звондап айтуға болады. Кәде? Ұспайды, сыйлайды. Жақсы көреді. Көмектеседі керек кезде. Кәтен құшақтамайсың ба? Біреуді ренжіткен болсаңыз, бірінші болып кешірім сұраңыз. Мен сіңілімді кейде ренжітіп қоямын, сондықтан сіңілімнен кешірім сұрағым келеді. Бір досыңызға оның сіз үшін қаншалықты маңызды екенін айтыңыз. Ашасым маңыздысың, өйткені сабақтарда қасында отырасың, көмектесесің, сенсіз ішін пысады, сабақ қызықсыз өтеді, сол үшін сен үшін маңыздысың. Бүгін бір адам үшін жүректен комплимент айтыңыз. Звондап отырмын. Балғын, сен сондай күшті спортсменсің. Рахмет. Сәлем деп айт. Саламатсыздар. Жібек, сен де күшті қызсың. Бізді бір қуантып қойдыңыз. Анаңызға хабарласып, оны жақсы көретініңізді айтыңыз. Алло, мам, қалайсыз? Ау, балам. Жұмысасы? Не. Мам, я вам позвонил, хотел сказать то, что я вас очень сильно люблю и ценю вас. Что ты от меня хочешь? Не, ничего. Просто хотел сказать то, что вас очень люблю и ценю все, что вы делаете ради меня. Спасибо. Бүгін бір адамға үміт сыйлайтын сөз айтыңыз. Сен алдыға ұмтыл, және де көп жетістіктерге жете бер.